дамуун, казыркы жагдайын жазылуун жана айтылуун зерттейтин гылым. Сонда топонимика деген сөздүн өзү географиялык атаулардын чыгуу тегенен. Яғни бүгүнкү биздин сабагыбызда енді біз өз өлкөмүздүн жергиликтүү жердин компоненттери негизинде өз өлкөмүздүн жерибиздеги ар түрдүү жер суу атауларынын топонимикасы менен танышабыз экенбиз. Топонимика сөзүнүн өзү балдар өтө кең көлөмдө көптөгөн маана беретін түрлөр бар. Мисалы үчүн сиздерге алдарында мисалы гидроним деген сөз тур. Гидроним деген сөз. Гидроним деген эмне дегенди экен? Булакты өзегинде. Сонда топонимдердин өзүнүн жиктелүүнүне байланыштуу гидроним, урбоним, агроним, ороним, ойгоним деп бөлүнөт экен, э? Мына Сайыбай бастауына барганбыз. Мына жерде Сайыбай бастауы дегенибиз кабыл жаңағы бөктерінен тұма болып жердің астынан шығып жатқан өзендер жаңағы бұлақ болып есептелінеді. Бұл бұлақтың өзі қысы жазы қатпайтын өзінің ерекше қасиеті бар екен бұл жаңағы бұлақтың. Сондықтан бұл жердегі бұлаққа негізінен мына өзінің ұрпақтары ескерткіш қойған мына жерге Сайыбай бастауы деп. Бұл өзеннің жаңағы бұлақтың өзінің бір ерекше қасиеті бар. Аңыз әңгімелерге қазір тоқталған кезде осы Сайыбай неге аталған деген жаңағы сұраққа жауап табатын боламыз. Соның бірі өзіміздің шығыс өңіріне есімі кеңінен таныс жаңағы талантты ақынымыз, журналист Хасен Закария ағайларды барлықтарың білесіздер, иә? Оның міне мынандай жаңағы бір үзік сыр деген кітабының ішінде Кемеркөл туралы жазылған екен. Содан мен бір үзік сырды сіздерге оқып берейін. Кемеркөл. Көзге ыстық саған бастап келер жол, көрген сайын шабытталам сенен мол. Жатырмысың тай қазандай шымырлап, келбетінен айналайын Кемеркөл. Кеңейтіндей келсем саған тынысым, толық сейбер ортаймасын арысың. Болмасаң да Марқакөлдей, Зайсандай шалқар теңіз сияқтысың біз үшін. Жарасымды көрінетін көзгөрен, дегендей-ақ осы айдынға өң берем. Жағадағы толқын жайған жартастар кемерленіп тұр қойғандай көрменен. Яғни неге Кемеркөл деп аталған екен? Жағасында не бар дейді? Жартастар бар дейді. Осы жартастар кемерленіп тұрады екен айналасында. Содан кейін көлдің атына қандай атау берілген екен? Кемеркөл деген атау берілген екен. Ал енді жаңағы Сайыбай бастауы деп аталуының себебіне мен сендерге балалар бір аңыз оқып берейін. Неге ол Сайыбай деп аталған екен? Жаңа көрсеттік қой сендерге Сайыбай бастауын. Енді соған неге солай аталған екен? Соны сендерге қазір мен оқып берейін. Халық арасында сақталған аңыз әңгімелерге сүйенсек, бастаудың Сайыбай атауы себебі бар екен. Ертеректе Қойтас өңіріне ел алғаш қоныстанылған жағдайда мекендей бастаған шақта өңірдің сайыс қаласын әр ру өкілдері өздерінің қоныс мекендеріне айналдырған. Қыстабанның ішіндегі Жарқынбайдан тараған Сайыбай ата осы өңірден ел жайлаудан оралғанда күзетте отыратын жайлы қоныс сұраған екен. Сол кезде Сайыбай жайшы, күнді жайлататын қасиеті бар деген сөздер айтылып жүреді. Ауыл ақсақалдарынан сұрағанымен қоныстануға жер ала алмай ренжіп, ауылдың күншығыс жақ бетіндегі бөктерге көшіп барып қоныстанған екен. Содан сол жыл жазда толассыз 3-4 ай нөсер жаңбыр жауған екен деседі. Ел не жайлауға шыға алмай, не малдарына шөп дайындай алмай, не киіз үйлерін кептіре алмай, малдарының да күйісі кетіп, әбден шаршайды. Сол кезде ауыл ақсақалдары жиналып, ақылдаса келе, біз Сайыбайды ренжітіп жібердік. Осы өңірден қалаған жеріне қоныстансын. Біз жаздық, жаңылдық, бізді кешірсін деп кісі жібереді. Жіберген адам ауыл ақсақалдарының айтқан сәлемін жеткізеді. Сонда Сайыбай жайшы
ауылдың күнбатыс жағындағы тау бөктеріндегі тасты бұлақты сұрапты. Сол жерге қоныстанған екен. Үлкен адамдардың айтуынша, Сайлыбай ата тасып жатқан өзенді тоқтатып, адамдар өткен соң қайта қоя беретін де қасиеті бар екен. Осындай жайшылық қасиет інісі Қажығалида да бар екен. Қалған ұрпақтарынан мұндай қасиет байқалмаған екен. Осындай танымы мол жаңағы қызықты деректерді біз өзімізді осы өлкетану сабағынан естіп, біліп, үйреніп жүреді екенбіз. Туған жер тұғыры, туған ел қыдыры. Бұл сөз өзіңнің туған елің тұғырын, мысалы, сен өзіңнің туған жеріңнен жырақта кетіп қалсаң, алысқа кетіп қалсаң, өзіңнің туған жеріңді сағынасың. Және ол жерден кеткің келмейді. Я өзге жаңағы өзінің туып өскен ұяң деген сияқты, оның әрқайсысының қымбат екендігін, алысқа жаңағы келіп жаңағы өтіп кеткендігін білесіздер. Туған елдің қандай екендігін, оған әр адамның өзінің сағынышы болатындығын содан білуге болады. Жалпы бүгінгі біздің сабағымыз Той қыздың туып өскен жеріміздегі әр тасының атауларын, топонимикасын, ол жер су атауы болсын, ол текеке оған ат қойған жоқ. Оның әрқайсының өзінің тарихы бар. Әрқайсының өзінің шығу жағдайлары, аңыз әңгімелері бар. Соны біз өзіміздің осы өлкетану сабақтарында оқып, білімімізді кеңейте береміз. Бүгінгі танымдық сабаққа келгендеріне рахмет көп.